Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына істейтініміз пылесостың егер жұмыс істеп іш шыққан жағдайдағы ашып көру, тексеру несін үйретеміз. Енді 611 XQ-K деген. Так, бұл жұмыс істейді, бірақ күйгенің іш шақ деген. Біз бұны қосып көреміз міне. Мынау бізде бұл оборот немен жұмыс істейтін, 9 ваттпен жұмыс істейді. Максимальный ускорение несі бұл. Жай қатты сорғысатыны. Енді бұдан қызған тоқтың іш шығады. Бұл негізгі бұл мотордан бір шығады. Енді біз моторға жетуіміз керек. Так, моторға бару үшін біз мына жерде шуттар болады былай. Біз жаңа дайындап қойғанбыз негізі. Міне былай, еще мына жерде былай бар. Осы шуттарды аламыз. Босатқан есебінде сіздерге көрсетейін. Енді сөйтеміз да бұны көтереміз кертігінен. Бұны екі жағында бар, біреуінің жағында. Бұны аламыз. Бұл кезде шығады. Енді сіздерге бұзуға ыңғайлы болу үшін шурупты алдық. Бұны моторға жету үшін. Анау ақ қалды. Мынаның жұмысы бұл жаңа фильтрационный мына жердегі мына неміздің шаңын қағып тұрады. Мынаның қызметі. Былай ашқан кезде мынаның қызметі былай жылжиды. Мынау негізі ортасында мынаның бетінде губка болады. Қосымша мыналар енді шашылады. Мыналардан мынау былай тұрады. Бұның бетінде фильтрационный не болады, тағы да қосымша губкалар болу керек. Мынау бұның жұмысы жаңағы мынау тұрады, мынаның астында тұрады губка. Фильтрационный тазалап, сетканы тазалап тұру үшін мынаның астында губка тұрады. Мынада қазір алып тастаған олар. Не үшін алған білмейміз. Енді біз мына кіршікті көтеру үшін неде қосымша бір неміз бар. Соны аламыз. Біз негіз дайындап қойғанбыз. Бұны алмасаңыздар кіршік шықпайды. Енді осы тұрсында біз мына кіршікіні бүйтіп сайымен көтереміз. Мынандаймен моторға жету үшін. Ответті салып бұлай көтереміз. Біз бұлай шлангын алып қояқ кедергі болмау үшін. Бізде міне кертіктің бәрін көтердік. Енді кіршікіні аламыз. Мына фильтрационный сыртқа шаң бермеу үшін губкалары женіп кеткен бұл. Міне мотордың пошоны. Енді бүйірдегі көрсететініміз сіздерге моторға жету үшін мына жерде тағы да шуруп бар. Соны ұзатамыз. Şurup geldi. Бұл мотордың ұзақ жұмыс істеген
жаңағындай губка нелерін жуып шайып уақытылы салмаған екен. Осындай жағдайға жетеді бұлар. Мынаны босатамыз. Босатып, екінші шурупымыз, үшінші шурупымыз міне. Мотордың крышкасын алу үшін мына управление кнопка, мынаны да босатамыз. Мына жерден. Шурупты алдық. Енді модульді көтеру үшін бүйтіп ответкімен көтереміз. Мына шығу керек бізге. Шурп мына мотордың крышкасын ашу үшін. Так, бұл былай тұрады. Бізге мына кнопкасы. Мына модуль управлениесі міне. Мына защитаны көтерейік. Былай қояйық. Егізген несі міне. Платасы. Енді осыны тазалаймыз. И одан кейін сіздерге қосымша көрсетеміз қазір. Моторға жеткеннен кейін. Моторға жету үшін бұл жерде сайдан бүйтіп көтереміз. Мына шетінен бастаймыз біріншіден бүйтіп. Мен көтерілді. Бүйтіп. Екінші бағыттан да өз байландырып, мына кертікті міне. Бүйтіп аламыз. Резинамен төгіп отырылған ғой. Мына алынды. Ендігі процесс. Мотор жылжу үшін қозғауымыз керек. Жай отвертканы қозғаймыз. Моторды аламыз. Біздегі сымдарымыз бұл жердегі бұлай шаңнан қараған жағдайда бізде бұл штирмен кірген. Шығу керек бізде. Жай атып тұрсақ шығады. Екінші бағытында сөйтеміз. Жай шығады. Кертек алып шығады. Так, міне, моторды алдық. Енді бұны бізде бұл жұмыс істеп тұр. Былайша жалпы тазалаймыз. Біз қазір мына жерден якорына қарап бұның результатын шешуге болады. Қосымша көрсетейін. Якорға жету үшін біз мына крышканы бүйтіп немен көтереміз. Ответтің защитный крышкаларымен бүйтіп. Жай бүйтеміз, міне көтерілді. Не ағды өз көтерілді. Ендігі мына көреміз. Мына якорға қараңыздар. Мына якорға қарайсыздар. Енді приблизительно жұмыс несін айтамыз анық. Якорда бірінші, екінші, үшінші. Бұл
якорда тақшыны 1, 2, 3, 4 уже күйген. Бұл деген сөзіміз, бұл якордағы мына орамдар уже корпусқа тиеді деген сөз. Уже короткиймен жұмыс істеп жатқан. Мына жерде ескі линия бар. Өзі де ерекше болып көрініп тұр сіздерге. Қосымша. Көрдіңіз ба? Мынаның несі қандай? Мынау қандай? Мынау уже қысқа тұйықтау. Бұл күйген. Мына 3, 1, 2, 3, мына 4 күйген. Якордың. Бұл деген сөз уже короткий, қысқа тұйықтау. Якорда қысқа тұйықтауы бар деген сөз. Якор болғанмен, мына ішіндегі ротордың, мынаны якор дейді негізі, мынау стартер дейді. Енді осы якордың орамында қысқа тұйықтауы бар. Орамы міне бұның. Бұл жұмыс істей береді. Содан жаңа қызған иіс шығатын осыдан бұның себебі. Значит, бұл моторды ешқандай ремонтқа неге болмайды, новыйын салу керек.